Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оливье салатын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ал бастаймыз. Бізге керекті заттар: қайнатылған картоп, жұмыртқа, сәбіз, және де тұздалған қияр, шұжық, укроп, жүгері және бұршақ, тұз, қарабұрыш және майонез. Керекті заттарымызды дайындап алғаннан кейін осылай өнімдерімізді бір қалыпты төрт бұрышты қылып әдемелеп турап шығамыз. Енді картопты тураймыз. Барлық өнімдерді бірдей қылып формасын турасаңыз, жасаған кезде де салатыңыз өте әдемі көрінетін болады. Енді жұмыртқамызды тураймыз. Ендігі кезекте тұздалған қиярымыз. Енді шұжығымызды тураймыз. Енді укропымызды турап, барлық туралған өнімдерімізді бір ыдысқа саламыз. Үстіне бұршағымызды, жүгерімізді, тұз, қарабұрышымызды дәміне қарай себеміз. Майонезімізді қосамыз, немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосасыздар. Енді жақсылап араластырамыз. Әсемдеп тәрелкемізге саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.